Армысыздар, құрметті көрермендер. Әдеттегідей қорытындылайтын кезекті шығарылымын бастаймыз. Сонымен Қызылорда соттарында соңғы аптада қандай жаңалықтар, қандай елеулі оқиғалар болды? Бірге тамашалайық. Бітім медиация орталығы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен облыстық медиаторлар форумы болып өтті. Облыс медиаторларының басын қосқан шарада Қызылорда облысы бойынша соттар әкімшісі басшысының орынбасары Асанова Мөлдір Әбдіғаппарқызы сөз сөйлеп, қазіргі таңда дауды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу институтын дамытуда медиаторлардың еңбегі зор екенін атап өтіп, жұмыстарына сәттілік тіледі. Сонымен қатар, аймақтағы медиация институтының дамуына үлес қосып жүрген бірқатар медиаторларға Қызылорда облыстық сот төрағасының алғыс хаттарын табыстады. Қызылорда облыстық сотында 2022 жылдың 9 айының жұмыс қорытындысы бойынша кеңейтілген кеңес өтті. Облыстық сот төрағасы Шығанбаев Әділқадыр Жұмабайұлы төрағалық еткен жиында қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі сот алқаларының төрағалары есепті кезеңде сот төрелігін іске асыру бойынша баяндама жасады. Кеңейтілген кеңес қорытындысы бойынша баяндамалар талқыланып, облыстық сот төрағасы алдағы атқарылатын жұмыстар бойынша нақты тапсырмалар берді. Заң медиа корпорациясының заң газеті басылымының бастамасымен жыл сайын өтетін дәстүрлі 5-ші Кемел Тоқаев атындағы детектив шығармалар байқауы жеңімпаздар марапаттау рәсімі биыл Қызылорда қаласында өтті. Детектив жанрында қалам тербеткен жазушыларға жаңа мүмкіндік беретін байқауда Қызылорда облыстық сотының төрағасы Әділқадыр Жұмабайұлы, заң медиа корпорациясының директоры Өтеғалиев Досымбек Қонысбекұлына алғыс хат, байқауға белсенді қатысқан бір үміткерге арнайы сыйлық табыс етті.